Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Асылжан. Мен сіздерге Ерсак компаниясының маркетингі туралы ақпарат беретін боламын. Ерсак компаниясы Турцияның компаниясы болып табылады. Жай ғана компания емес, үлкен өндірісі бар компаниялардың бірі. Яғни 4 үлкен заводы бар, үлкен лабораториясы бар және биорезонансный отель бар. Отель санаторий. Ол Турцияда Денизли қаласында орналасқан. 4 заводтың біріншісі үй жуатын және жуынатын өнімдерді өндірсе, екіншісі витамин, бат, кофе, чай, коллаген өндіреді, үшіншісі декоративный косметика өндіреді және төртіншісі Ерсактың әр өнімі салынған пластикта өзіміздің үлкен заводтан шығады. Ерсак сөзінің мағынасы түрік тілінен аударған кезде ертерек сақтан деген ұғымды білдіреді, яғни ауырмай тұрып денсаулығыңды қолға ал деген сөз. Ерсак компаниясының маркетинг планына келетін болсақ, ол 100% халал болып келеді және Турцияның мүфтиятымен өзінің қолдауын алған. Маркетинг план солнышко, яғни сіз өзіңіз тіркеліп, өз астыңыздан ешқандай да шектеусіз адамдар тіркей бере аласыз. Маркетинг план басқа пландар, маркетингтер сияқты әрине бізде балл бар. Бір балл 7700 теңгені құрайды. Сізге тіркелу үшін кем дегенде 2 балға заказ жасау керек. Яғни тіркелу тегін, құр заказ жасасаңыз болғаны. Енді Ерсактың бір үлкен ерекшеліктерінің бірі ол сыйлықтар. Қалайынан жүреді? Ерсак әрбір заказға, әрбір адамға сыйлық береді. Егер де сіз 2 балға тіркеліп, немесе тіркелген әріптес болып та заказ жасасаңыз, әрбір 2 балыңызға сізге бір сыйлық тиесілі. 2 балл 15400 теңгені құрайды. Келесі қадам ол 4 балл. 4 балға заказ жасасаңыз, оның суммасы 30800 теңге және сізге 3 сыйлық беріледі. Ол сыйлықты әрине өзіңіз таңдайсыз. Яғни бұл дүние сыйлықтар әрбір заказға жүре береді. Бірақ рет емес, сіздің әрбір жасалған заказыңызға осындай көлемде сыйлық беріледі. Сыйлықтың құны әрине кейде заказдың суммасы немесе одан да асып кетіп жатады. Егер де сіз жаңадан тіркелген әріптес болып, тіркелген сәтте бірден 5 балға заказ жасайтын болсаңыз, оның суммасы 38500 теңге болады және сізге бірден 5 сыйлық таңдауға беріледі. Сыйлықтың құны сіздің заказыңызбен бірдей немесе асып кетуі мүмкін. Сонымен қатар, тағы да бір үлкен керемет айтатын дүниеміз ол біздің акция. Зекет акциясы. Яғни әр айдың басында және 20-сынан кейін бізде 4 сыйлық және 5 сыйлық акциясы болады. Ол дегеніміз не? Егер сіз тіркелген әріптес болсын, жаңадан әріптес болсын, 4 балға заказ жасасаңыз, 3 сыйлықтың орнына 4 сыйлық алатын мүмкіндігіңіз бар және 5 сыйлық акциясында осы 4 балға заказ жасасаңыз, 3 сыйлықтың орнына 5 сыйлық алатын мүмкіндігіңіз бар. Және де бізде бұл сыйлықтардан да басқа компания атынан да әртүрлі сыйлықтар беріліп тұрады. Ерсак компаниясының карьерасына келейік. 2-ге бөлуге болады. Біріншісі лидерға дейін, екіншісі лидердан кейін. Лидер дегеніміз кім? Лидер деген статус ол өте құрметті статустардың бірі. Сіз ол статусқа жеткеннен кейін ешқашан да ол деңгейіңізден түспейсіз. Лидер статусына жетуді біз 5 қадамға бөліп қарастырсақ болады. Бірінші қадам ол 10% статус. Ол үшін сізге 10 балға заказ жасау керек. Әрине 10 балды сіз командаңызбен жасайсыз. Жалғыз сіздің товар оборотыңыз емес. Екінші қадам ол 15% статус. Оған жету үшін сіз 30 балға заказ жасауыңыз керек. Үшінші қадам ол 21% статус, оған жету үшін 60 балл жасауыңыз керек. Бұл жерде ескеретін жағдай 60 балл, мына 30 балл оған саналады. Сонда разница 30 балл ғана жасалынады. Келесі 4-ші қадам 27% статус, ол жерде сіз 120 балл жасауыңыз керек. Және соңғы 5-ші қадам ол 200 балл жасайтын, сіз лидер статусын жабатын балл. Енді қараңыздар, уақыт. Бізде уақыт деңгейі, дедлайн деп айтамыз ғой, ол лидер статусында ғана беріледі. Қалған уақыттарда бізде дедлайн жоқ.
Енді қараңыздар, сіз мына жерде осы статустың әрқайсысын 2 айдың ішінде жабуыңыз керек. 2 ай ол календарлы ай жүреді. Яғни сіз тіркелген күннен емес, айдың басынан айдың соңына дейін. Егер сіз 1-2 ай сізге осы 200 балл жабуға беріледі, үлгермей қалсаңыз, 3 ай басталып кетсе, сіздің 1 айдағы балыңыз өшіп, ол 3 айдың балы саналатын болады. Және де тағы да бір ерекше айта кететін жер, ол сіздің статустарыңыз ешқашанда өшпейді. Егер де сіз мысалы 15% статусқа жетіп алып, ары қарай статусты жаппасаңыз да, осы 15% статус сізде әрқашанда қалады. Және де лидер статусына жеткенде де, лидер статусы сізден ешқашанда жойылып кетпейді. Енді қараңыздар, пайыздық статустар бұл нені білдіреді? Егер де сіз 21% статуста болсын, 10% статуста болсын, сіз қай статуста тұрсыз, сіздің астыңыздағы тіркелген әріптестің заказынан сонша пайыз ақша сіздің премияңыз болады. Егер де сіз 33% лидер статусына жеттіңіз, лидер статусын жаптыңыз, одан кейінгі әріптесіңіз келіп сіздің астыңызға тіркелетін болса, сол кісінің заказынан сіз 33% премия алатын боласыз. 10%-да қалсаңыз, 10%-ын алатын боласыз, 27-де қалсаңыз, 27%-ын алатын боласыз. Ал егерде заказды пайдаланып, өзіңіздің кабинетінен алсаңыз, онда осы пайыздарда сізде скидка болады. Сыйлық әрқайсысыда жүре береді. Енді бізде осы статустарда активация бар. Ол дегеніміз, сіз осынша балға өзіңіздің атыңыздан заказ жасауыңыз керек. Сол кезде сізге түскен ақшаны ала аласыз. Бірінші қадам, мысалы 10%-да 1 балл, 15%-да 2 балл, 21%-да 3 балл, 27%-да 4 балл, және лидер статусында сіз 5 балл активация жасауыңыз керек. Сол кезде сіздің кабинетіңізге түскен ақшаны ала аласыз. Енді премия туралы айтайын. Премия бізде сіздің астыңыздан тіркелген адам заказ жасап, активацияда өткен кезде, яғни товарын алып кеткен кезде складтан, сіз бірден кабинетіңізді ашып, ол адамнан қанша теңге түскенін көре аласыз. Яғни бізде есептелу бірден жүреді. Ал ақшаны біз осы кезең, осы ай өтіп кеткеннен кейін, келесі айдың 20-сынан 25-іне дейін міндетті түрде өзіміздің банктік счетымызге аламыз. Ешқашанда Ерсак жалақыны, премиямызды жаңағы товардай бермеген. Әр кезде де уақытылы 25-іне дейін барлығымыз ақшамызды аламыз. Енді сіз лидер статусын жаптыңыз, лидер болдыңыз. Енді бұдан ары қарай сізде ешқандай да дедлайн жоқ. Келесі лидерден кейінгі статус ол бронза статус. Бронза болу үшін сіздің бірінші линияңызда 5 лидер болу керек. Сол кезде сіз бронза статусына шығасыз. Серебро статусы болу үшін сізге 10 лидер керек, золото статусы болу үшін 15 лидер керек, және платина болу үшін сізге 25 лидер керек. Енді қараңыз, сіз өзіңіз лидер болдыңыз. Сіздің астыңыздағы адам лидерствоға шыққанша сіз осындай пайыздар аласыз ол адамның заказынан. Ал енді ол адам да лидер болып кетті. Сіз де лидер болып кеттіңіз. Ары қарай ақша қалай түседі деген сұрақ. Енді қараңыз, сіз лидерсіз, ол кісі де лидер, немесе сіз бронзасыз. Сіз бронза статусына жеткен кезде сіз өзіңіздің бірінші линияңыздан 8%, екінші линияңыздан 6%, үшінші линияңыздан 3% премия алатын боласыз. Яғни осы кісілердің команда товарооборотынан сізге осыншама пайыз түсетін болады. Егер де сіз серебро болсаңыз, бірінші линияңыздан 8, екіншіден 6, үшіншіден 4. Егер де сіз жаңағы алтын болсаңыз, бірінші линияңыздан 9, екінші линияңыздан 6, үшінші линияңыздан 4. Ең соңғы карьера ол бізде жаңағы платина. Платина болған кезде сіз бірінші линияңыздың товарооборотынан 10%, екінші линиядан 7, үшінші линиядан 4% алатын боласыз. Енді келесі бір статус ол директор статус. Директор статусына шығу үшін сіздің бронза статусыңызда тұрғаныңыз жеткілікті. Директор статусы болу үшін бүкіл командаңызбен 6 ай бойы 2500
товар оборот бауын көрсетсеңіз, сізге директор статусы беріледі. Ол дегеніміз, ешқандай да мынандай линия жоқ. Бүкіл глубина, бүкіл командадан 7% ай сайын премия алып отырасыз. Келесі директордан кейінгі статус, ол бізде региональный директор. Ол үшін сізге 5 директор кез келген глубинадан, кез келген жерден шықса болғаны, сіз региональный директор статусына шығасыз. Және де региональныйдан кейінгі бізде ең жоғарғы статус жоғары региональный директор. Ол үшін сізге бір ғана региональный директор болғаны жеткілікті. Ерсак компаниясының маркетинг планы халал болып келеді. Егер де сіздің бір сұрақтарыңыз болса, описанияға өзімнің WhatsApp, Instagram және Telegram каналыма сілтеме қалдырып кетемін. Сол жерден хабарлассаңыз болады. Берекелі болсын. Барлық жақсылықты сізге тілеймін.